Жүрегімнің иісі боласыз ба? Ойланып көремін десе. Бірақ Мына жерде ақсақалдар алқасы отыр, мінекей. Бауыржан Бәйімбетов, Нұрасыл Оспан, мына жерде Арман Жеменей. Мынау таза шоу жаңалық бұл. Арман Жеменей сразу некесін қиюға дайын. бірақ сізге қояр екі шартым бар. Қандай шарт? Бірінші шартым, біз отбасы болған жағдайда, енді отбасында ыдыс-аяқ сылдырлай, ұрыс-керіс болады, реніш болады дегендей. Сондай кезде мен туралы дис жазбайды. Жақсы, екінші шарт. Екінші шартым, осындай концертті, рэпті қоясыз. Рэп айтпайсыз. Бауыржан, құтқар мені. Ақылдысы ғой, Бауыржан. Әйтпесе мен сияқты тағы да үшіншісі келіп, үшінші айын боламын деп айтуым мүмкін. Ақтөбекел айтайын. Көрермендеріңіз бәрі куә болсын, достарыңыз куә болсын. Мендей қазақтың қарапайым, сымбатты да сұлу қызын екінші әйелдікке яғни Аллах Акбар. Lan Бекболат Тілеухан естіп қалмасын. Соятын жай. Аллах Акбар. Жай екен. Шамалы. тоқалдыққа аласыз ба мені? Ой. Абу құтқар мені. Төрдеміз заңсыз былай тұр ғой осы жерде. Мына жерде Абуге сөз салып атқан жоқ, өзі шығып тұр адам. Құтқар мені Абудың сөзі. Жасау заңсыз ойны ма екіншіге? Менің Жалғыз еме, олай тәрбі жоқ. Жаке, ау, мына кісі не өкпе? Ау, әңгімесін бірі. Қуаншып кетті Жаке. Жақсы, содан қызық.